Содан кейінгі мәселе Құрайыштар не істерін білмейді. Сөйтеді, Надр ибн Харис деген бір Құрайыштың шайтандарынан біреуі болады. Әбден шектен шыққан. Бұл Надр ибн Харис Құрайышқа айтады: "Ей Құрайыш беделділері, былай істейік. Енді біз бұған айтқан нәрсеміздің ешқайсысын қабылдамады. Бұл жерде соғыстан басқа ештеңе жоқ. Бірақ біз бұның өтіріктерін шығарайық" дейді. Өтірігін шығару үшін мен білетін Мадина қаласында, яғни Ясриб дейді, ол кезде яһудилер бар, сұрақтар сұрайық, немесе барып солардың пікірін алайық, не десе сол арқылы бұның өтірігін шығарайық дейді. Сөйтіп, онда сен өзің бар деп, соны өзін жібереді. Барып біліп кел дейді, не нәрсе. Барады, яһудилермен жолықса, яһудилер айтады: "Егер ол шын пайғамбар болатын болса, мына сұрақтарға жауап берсін" дейді. Жауап бере алса пайғамбар, жауап бере алмаса өтірікші дейді. Өтірігі сендерге белгілі болады дейді. Не нәрсе дейді? Біріншісі, мынау бұрынғы ертедегі заманда үңгірге тығылған жастар жайлы не айтады екен дейді. Олардың жағдайы не болған еді дейді. Сол туралы айтсын дейді. Бір. Екіншісі, мына әлемді кезіп шарлаған адам кім еді дейді. Оның оқиғасы қалай болған дейді. Сол туралы айтсын дейді. Үшіншісі, рух деген не, осы нәрсені айтсын дейді. Бұған жауап бере алса шын пайғамбар, жауап бере алмаса өтірікші дейді. Өтірік сендерге анық болады дейді. Надр ибн Харис сол бар, жандағы адамдары бар, айтады: "Бұл сендер бұны бізге қойып тұрсын. Енді біз барып сұрағанда ол қазір жауап берсе, біз қайдан білеміз, ол дұрыс айтты ма, өтірік айтты ма, шын айтты ма? Оның жауабын қайдан білеміз? Не жауап берді, соны бізге алып келді дейді. Тыңдап көрейік дейді. Сол кезде дұрыс қатесін айтып береміз дейді." Мейлі деп барып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға осы сұрақты қояды. Қойған уақытында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен де Алла тағаладан жәрдем келетінін біліп тұр ғой, уахи келетіндігін, артынан қолдаушы Алла тағала болып тұрғаннан кейін, ертең айтып беремін онда бұның жауабын дейді. Өйткені өзі де ештеңе білмейді ғой, бұл жайында хабар жоқ. Ертең айтайын дейді. Сөйтіп кетеді. Ертесіне дейін күтеді, мушриктер жиналады ертесіне. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ешқандай уахи келмейді. Енді айтайын десе еш нәрсе білмейді. Сонда: "Ей Мұхаммед, өтірігің шықты ма?" деп сыртта айқайлап жүреді адамдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатты қиналады, қатты қысылады. Сол уақытта Алла тағала аят түсіреді. Сол аяттың ішінде: "Иншалла" деп айтпайынша, Алла қаласа демейінше, ертең мынандай нәрсені істеймін деп айтушы болма деп аят жібереді. Ең алғашқы жіберген аяттарында. Яғни ол ертең айтамын деді ғой, Алла қаласа деген жоқ. Енді оның сенімі не болып тұр? Алла тағала маған жібереді уахи деп сенімде тұр. Соның өзінде Алла қаласа демейінше, ертең мынандай нәрсе істеймін деп айтпа деген. Бұл баршамызға үлгі. Соның үшін иншалла деп, Алла қаласа деп айту керек екендігі осы әмір етілді. Сөйтеді де Асхабул Кахф жайында айтылады. Кахф сүресі түсіріліп, сол жерде ол жігіттер кімдер еді, қалай патшаға қарсы болып сол жерде, яғни пұтқа табындырып жатқан патшаға қарсы болып табынбаймыз дегендіктер үшін оларға қауым болып қарсы болады. Олар қашып барып үңгірге тығылғандықтары, 300 жыл үңгірде ұйықтап қалғандықтары, оларды 300 жылдан кейін тірілткендігі Алла тағала сөйтіп оларға көрсетіп, жағдайдың бар не болғандығын, қайтадан жандарын алғандығы жайында ұзағынан баяндайды Кахф сүресінде. Содан кейін барып соны оқып береді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Одан кейін екінші нәрсе, Зулқарнайн жайында сұраған. Бұл Зулқарнайн туралы оған да, оның да баянын келтіреді Алла тағала. Қалай болғандығы, ол қанша жерлерді барып аралағандығы, шығысына дейін, батысына дейін жердің аралап, сол жерлерді жаулап алғандығы жайында ұзағынан хабарын береді. Тіпті Яжуж Мажужге қарсы жаңағы мына қорғанды қойған сол екендігі. Ол мұғжизауи түрде кәдімгі Алла тағаланың қолдауымен жасағандығын. Ол туралы айтылған. Рух жайлы сұралған кезде, рух деген бұл Алланың әмірі, ол жайында сендердің ешқандай хабарларың жоқ деп бірақ қысқаша түрде қайтарған. Осы хабарды алып яһудилерге барып айтқан уақытында яһудилер үндей алмады. Мынау онда шынымен пайғамбар дейді ме? Ғажайып оқиғаларының баршасын айтып отыр дейді. Соны естіген кезде яһудилердің өздері айтады: "Валлахи" дейді, "ешқайсымыз бұны қабылдамаймыз" дейді. Деп бірден қарсы болған. Қайдағы жоқ арабтың арасынан қалай пайғамбар шығады? Пайғамбар бізден шығу керек деп олар қарсы болып, оны да қабылдамайды. Бірақ көздері жетеді анық пайғамбар екендігіне. Бұның жанындағы, бұны тексерткен адамдарда яһудилер айтады: "Онда мына осы нәрселер айтқан болса, хақ пайғамбар онда бұл" дейді. Енді бұлар не істеу керек? Мушриктер қабылдау керек қой. Басқа түк қалмады, жол қалмады.